Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода өте оңай әрі дәмді балық булаудың әдісімен бөлісетін боламын. Каналымның ары қарай дамып кетуі үшін тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен тазаланған балығымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Балық туралғанша оның пайдасы жайлы бір-екі ақпаратпен бөлісе кетейін. Балық адам денсаулығына өте пайдалы. Ол тауық еті секілді жеңіл, тез қорытылады және адам ағзасына жақсы сіңеді. Ол ақуызға да өте бай. Сонымен қатар балықтың құрамында А, Д, Е сияқты дәрумендер бар. Және де кальций, йод, темір, магний сияқты ағзаға қажетті элементтер де кездеседі. Ол тез бұзылатын өнім болғандықтан арнайы сақтауды талап етеді. Жаңадан алынған балықты холодильникте бірнеше күн ғана сақтауға болады, ал морозильникте бірнеше айларға дейін сақтала береді. Мен айтқан ақпараттар сізге пайдалы болып керегіңізге жараса, онда видеома лайк баса кетуіңізді сұраймын. Және айта кететін жайт, оның пайдасын ескерсек, өсіп келе жатқан жас ағзаларға, яғни кішкентай балаларға беріп тұрған жөн. Балығымызды шағын бірнеше бөліктерге бөліп алдық, ал енді бір рет жуып аламыз. Балықтың басы таза пісу үшін пышақтың көмегімен ортасын бір бөлеміз. Басын екіге бөліп алдық, ал енді әдемілеп тұздаймыз. Тұзы барлық жеріне тию үшін қолымызбен тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте балықты кеңдеу бір ыдысқа салып, екі бетінен жұқалап ұн сеуіп шығамыз, немесе ұнға ұнатамыз. Ұнды міндетті түрде жұқалап сепкен жөн, себебі балық майға түскенде май қап-қара болып күйіп кетеді. Ал енді қазанымызға майымызды құйып қыздырамыз. Қызған майға балығымызды біртіндеп салып, екі беті қызарғанша аударып пісіріп аламыз. Міне бірінші беті пісті, ал енді екінші бетіне аударып, екінші бетін де қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Балығымыз қуырылғанша картоп пен пиязымызды дөңгелетіп жұқалап турап шығамыз. Картопты осылай жұқалап турап алдық, келесі кезекте пиязымызды турап аламыз. Балықты қуырып алдық, енді өз майына булайтын боламыз. Ол үшін қазанды босатып, майды бір ыдысқа құйып аламыз. Міне біздің балықтарымыз әдемі болып, қып-қызыл болып қуырылды. Енді бос қазанымызды алып, астына картопымызды төсейміз. Келесі кезекте тұзымызды себеміз, және де балығымызды саламыз. Ал енді үстіне пиязымызды төсейміз. Осылай кезек-кезек барлығын салып шығамыз. Картоптың үстіне тұз сеуіп тұруды ұмытпаңыздар. Пияз жақсы көретін болсаңыздар, оны көбірек салсаңыздар да болады. Барлығын салып болған соң, балықты қуырған майды үстінен құямыз. Және де сонша су құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Ал енді қақпағын жауып, баяу отқа қойып қоямыз. Картопы піссе, тамақ дайын болды деген сөз. Осымен біздің бұқтырылған балығымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осы жерге басқа да ыстық тағамдардың видеосын қалдырамын, кіріп көріңіздер.